Біздің редакциямызға Түркістан қаласы Мұсаев және Рысқұлбек көшесінің тұрғындары телефон арқылы хабарласып, көшелеріне келіп, мұң-мұқтажын тыңдауды сұранып, толығымен бітпей қалған көшедегі төселген асфальттың соңына дейін бітпей қалғанын, жарық мәселесін толық шешілмей, балалардың мектепке барарда аяқтары балшыққа батып, жаңбыр жауса болды қиналатынын айтып, сондай-ақ өз қаражаттарына тас төсеп, алайда осы сатып алу арқылы жолды жөндейтін кәсіпорынның жұмысы толығымен атқармай кеткені туралы сұхбатты ұсынамыз. Сол сұхбаттан кейін Түркістан қаласының жергілікті билігі ойланар, кінәлі кәсіпорынға жұмысы толығымен сетер деген ойда шығарып отырмыз. Ұсыныс бізден, сөйлеу халықта, іс билікпен бітер деген ойдамыз. Қалайықтар, біз Қайрат көшесінде тұрмыз. Мұсаев көшесі мұнияға қиылысында. Свет жарысына дейін келді да тоқтап қалды. Мұнияғына да келген жоқ, қалды. Асфальтте жарысына келіп тоқтап қалған. Барып айтсаң бәрі айтады. Біз жол бітіп қойған деп қояды. Қаяқтан біткен міне, көріп жатсыңдар өздерің. Дұрыс па? Бұл жолда қай жылдар соғылған? Өткен жыл. Кеше бұлтыр 2017 жыл соғылған ғой. Бұл неге бұл жердің жартысынан қалып кеткен? Негізі осы жерге шейін келіп барып тоқтату керек еді ғой бұны. Асфальт сүйерге жетті де тоқтап қалды ғой. Бұл канализация суға қазды ғой мынадан су. Канализация жүргізілді ме? Су жүргізілді. Су кран келген мына. Содан кейін мына солар істеді по-моему. Осы жерге келгенде таусылды, сөйле тоқтап қалды ғой. Мына Қайрат Рысқұлбектің арғы, мына Мұсаев көшесімен Қабаевқа жалғасу керек. Қиылыста сол ой қап кетті. 20 мыңдан ақша жинадық. Аз емес, 25 үй 20 мыңдан жинадық. Почти жарты миллион. Өзіміз төктіздік тасты. Адам жалдап, потому что балдарымыз балшығың ішінде қалып кетті. Мектепке қатынайтын как раз сентябрь айы болып қойды, жаңбыр басал. Соны лажы жоқ. Ыстық, күн ыстық, холодильник істемейді. Кешкісін қара болып не болып қалады? Шырақ болып қалады кешке. Светтен анау бытовой техникаларыңыз күйіп жатыр ма? Күйеді ғой, холодильниктер күйді қанша, не кетті? Кондиционер кетті, кондиционер жарамай қалды қанша. Глубинный насостар күйіп жатыр оларды. Мотор ана суға салып қойды, моторымыз күйіп кетті, агетел дейді ма? Мына тастардың бәрін өздеріңіз істесеңіздер ғой. Грейдерді өздеріңіз жалдадыңыздар. Өзіміз істедік, бәрі істедік. 25 үй 20 мыңдан жинап 500 мыңға сағыздық осы тасты. Әкімшілік тарапынан не айтылды бұраға? Әкімшіліктен ештеңе келген жоқ. Келген жоқ, ештеңе. Мына столбаларды өзіміз қойғанбыз мына. Осы столбалардың бәрі өзіміз қойып, сымдарды қойып, тартып әкелгенбіз осыны. Машина келе жатыр ғой, асфальт көше машинамен келе жатыр ғой, содан тоқтайды осы жерге келіп. Мына өткенде мына Шымкентте келіп қойды, мұнараға дейін келіп тоқтап қалды ғой, көрдіңіздер ғой. Сонда жаңа алдында Әліпбек Өсербаев алдында қала әкімі еді ғой. Сол кезде басталды. Ол кетіп қалды облысқа. Бірінші орынбасар болып облыс әкімі, содан кейін тоқтап қалды ғой. Өсербаев жақсы еді, жақсы көмек істеп жатыр. Кетіп қағаздан ештеңе болмай қалды ғой мен. Одан кейін жаңағы Мұсаев Тәжібек болды ма? Жоқ, ол вообще танымайды да бізді. Біз жаққа келген жоқ та. Келгенде қарамайды десеңіз. Құрылыс және жол жағынан ешкім келгенде жоқ, қарағанда жоқ. Жолды да мынаны өзіміз айқайлап мұнараға қаз тастады ғой траншеяға. Бұрынғы біздің мынандай әдемілеп қойған тас жолымызды құртты. Содан кейін біз мына нені суды жүргізіп жатқан компанияға барып айқайлағаннан кейін мұнараға дейін өз доказа істеп береміз деген. Мына жерге келді тоқтап қалды. Бәрін қазып тастаған бұл көше машина жүре алмай қалды. Машина жүре алмай қалды. Как раз қыс болып қалды ғой сонда. Содан кейін қалды ғой болды ғой. Қазір полный асфальт. Фирманың адамдарымен осы бет-бет сізбен сөйлескенмен мен осының бәрін қатырып береміз деген. Кімге барсаңыз оған барыңыз, біз бітіріп кетеміз. Апай айқай-шудың керегі жоқ деді. Кезінде, сол өткен жылы. Фирманың атын Чимкентский деді ғой, Чимкенттің кіміз деді. Біз атыны білмейміз ғой, айтпайды ғой өздері біледі ғой. Официально қағаз жіберілді. Сөйтіп, мына көшелердің бәрі қағаз. Облыс болғанымызға Құдаға шүкір, жақсы, Қазақстанымыз өркендей берсін. Бірақ облыстың да өзінің виді болу керек қой. Оны бізге қарамаса, біз қандай облыс болдық сонда? Қашанға жер колешпен жүре береміз біз. Аяқ киім киіп жүрмейміз біз. Біз колешпен жүрмейміз ғой енді біз. Қалай колешпен облыс болдық қой. Мына жігіттері мына келіншектері бар, бәрі колешпен жүрмейді, енді аяқ киім киіп жүру керек қой. Айтсаңдаршы. Асфальтта. Балаларымыз бар. Жаңа адамымыз бұндан да көп еді. Әкім өзі айтып жатыр, бұл колештерін бәрі тастаңдар деп жатыр. Тастайық колеш шешіп тұр. Мектепке келіндеріміз апарады, өзіміз барамыз әйтпесе. Потому что ана жол ойлы шоқыр, машина кетсе, үстіңде обрызгать етсе, вообще кетті үсті басы қайтып келеді бала шаға. Жаман қиын болып жатыр. Мына жолдан көрсеңіз, қазір жолдың шетінің бәрі ойылып бүйтіп кіріп кеткен.
огородқа су қоя алмайсың, бір нәрсе қыла алмайсың. Әртөгір су келді деп қуансақ, бірі жақсы болса, бірі жаман болып жатыр. Қайрат Рысқұлбектен Көпбай Мұсаевтың Тұтқабаев қиылысына шейін асфальт шығу керек. Содан тоқтап қалған. Мына біздің көше жүде жаман ойлы. Мына Қайрат, мынаудан шығып кету керек қой. Екеуі де Рысқұлбек жаңағы Тұтқабаевқа шығады мына көше. Көрдіңіз ба? Екі көше осы, екі көше. Мына көшенің бәрі өздеріңіздің қаржыларыңызбен сіліңіз. Мына көшемен мына көшеге дейін, осы араға дейін өзіміздің қаржыбен істедік. Тұрғындар жинап істеді ғой. Жаңа фирма істеген жоқ. Істеген жоқ. Біз өзіміз ата-аналар Фирма қазып, қазып, оны асфальт төсеп береміз деген. Ол қазыда мына жерге шейін асфальт қылып екі көшені сондай қойды. Жерді текстейтін грейдерді ғашы өзіміз жалдадық. Жоқ, бұл жерде мысалы асфальт істейтін кезде төлі құжатын әлді ма? Жұмыстан андай уақытта басталады? Жоқ, ештеңе. Андай уақытта аяқталады деген. Болған жоқ. Даже мен өзім келіп сұрадым, қай фирмасыңдар, балам. Мен 35 жыл мұғалім болған адаммын. Есече мен әкімге барамын деп айттым. Десем, апай, еш переживать етпеңіз, бәрін қатырамыз деген. Мені қатырып кетті. Сол. Біз кімге сеніп жүрміз дейсіз ғой? Біз кімге сеніп жүрміз? Сондай. Қазақстанның азаматымыз. Бір жақтан ауып келген жоқпыз, Құдаға шүкір. Осы жердің тұрғылықты халқымыз. Балдарымыз неберелерімізге обал болып отыр. Басқаны қой, өзіме обал. Әрең жүрем, ана ямаға түсіп қалмайын деп жолда екі рет стоянка қылып өтеміз. Турасы да, енді керегін не қылады ғой? Қалаға кірген. Қалаға уже. Бұл шетте емес бұл. Қаланың іші асфальт болу керек. Біз Яссы колхозына қарайтын едік. Қазір енді Майша Әбеноваға колхозы болғанбыз. Енді қазір городқа кіргеніміздің өзіге де 10 жыл болып жатыр, 8 жыл, 10 жыл болып қалды. Әлі біз жаңалық ештеңе көрмедік. Бір әртөгір бір өткен жылы су кірді бізге. Болды, жаңалығымыз су. Светті өзіміз кіргізіп жатырық. Өткенде де светті турлау үшін ақша жинап, өз қаржымызбен істедік. Үшінші сым тартамыз деді, потому что свет слабый болып қалғасын. Соның ішінде грамотныйсын деп мені көпірек шағыратты. Сосын көпірек араласқасын айтып жатырмын, балам. Жергілікті билікке хатпен шықтыңыздар ма? Да. Жоқ, кеше шықтық. Әкімге, сосын свет жарықтың несіге, бастығына, свет бойынша жарығына шықтық. Асфальт емес жерге, светке шықтық. Свет бойынша. Асфальт бойынша ең шығып жатыр. Кеше 7 тамыз күні шықтыңыздар осында, кеше күні. Бүгін 8 тамыз 2018. Понедельник. Понедельник, 6 күні. 6 күні жаздыңыздар ма? Одан бұрын жаздық, 6 күні апарып өткізді. 2 экземплярды апарып өткізді. Талон берді ғой. Берген шығар, бір жастауы біреуді жолдадық, біз бәріміз қол қойып бердік тағы, көшеміз болған. Енді қазір енді бұл жердегі нелеріңіз свет істеп берсе? Асфальт істеп берсе. Балдарымызға обал отыр. Ана не жоқ қой, тротуар ештеңке жоқ қой, балдар жолдан жүреді, машина, бәрбір машина жүреді, техника қой. Ана особенно жаңбыр жауып атқанда жүде өте қиын болып отыр, қар жаңбырда қиын болып отыр да. Мынандайда қорақ кезде онда үндемейміз ғой, ертең шаңда бала барып келеді ғой, ауылда жас бала ғой деп айтамыз ғой. Сондай болып отыр. Көшемізді қазғанда үлкен небен қазған ғой. Страшно үлкен болып кеткен. Мынандай шланга қойды. Сонда енді сонша ақша қажет құрыды ғой деймін да, ана кішкентай избенде қасса болатын еді ғой. Жаман быт-шыттан шығарып тастады көшемізді бірақ. Көреміз десеңіздер, өтіп көріңіздер біздің көшедінде. Жүде өте нашар. Енді жаздың күні білмейді, қазір әрекет істемесе қашан істейміз? Біз почти 1 жыл күттік қой. Күзде уже істемейді беқа. Асфальт қатпайды. Август айда ішледі. Август айда ішледі. Біздің тойың алдыда ішледі. Өздеріңіз көріп отырғандай аша өскен жерінде азамат өскен еліңде дегендей қала әкімі Әліпбек Өсербаев туған жеріне мына біздің дайындаған репортажымыздан келіп, халық мұңын тыңдап, білек түрде еңбек ет, етек түрде ерге жет деп, қайта келген орныңызбен құттықтап, елдің мұқтажын тыңдар деген ойдамыз.